Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің интерьер жобалау пәнінен өтетін тақырыбымыз жасанды материалдан жасалған әрлеу құралдары. Мен сіздерге мына жерде презентация дайындап қойдым. Осы жерде толық нұсқасын көрсетемін. Енді презентацияда мен мына жерде жоспарын құрдым. Бірінші жалпы ақпарат, екінші биорганикалық өңдеу материалдары, үшінші органикалық өңдеу материалдары, төртінші қорытынды және ең соңында әдебиет тізімі. Бірінші органикалық өңдеу материалдары. Органикалық өңдеу материалдар дегеніміз бұл бірінші кезекте полимерден жасалған бұйымдар, винил, түс қағаз, линолеум, сондай-ақ қағаз негізінде материалдар, паркет тақтасы түс қағаздары. Енді екінші түрі бізде органикалық емес өңдеу материалдары. Ол құрылыс әрлеу материалдары, ғимараттар мен құрылыстарды декоративті безендіруге, оларды қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғауға, гигиеналық және пайдалану қасиеттерін жақсартуға арналған құрылыс материалдары, оны класстары бөлінеді. Біріншісі қаптама кірпіш. Орысша келгенде айтылғанда облицовочный кирпич дейміз. Қасбетті өңдеу үшін қаптама кірпіш қолданылады. Кірпіш бұрынғысынша кез келген күрделікті конструкцияны орындауға болатын сенімді құрал материал болып табылады. Оны тек қабырғаларды тұрғызу үшін ғана емес, сонымен қатар олардың кейіннен өңдеу үшін де пайдаланылады. Сәндік кірпіш түсі, суреті, пішіні, дөңгелек, тікбұрышты, радиалды, арка бұрыштық және тағы басқа габариттері қалың және жұқа әртүрлі болып табылады. Одан кейін слаг. Слаг ол орысша шпаклевка дейміз, слаг ол қабырғаларды, төбелерді әрлеуге арналған қалың қоспа болып табылады. Және жабынның дербес түрі де басқа да әрлеу материалдар үшін де негіз болуы мүмкін. Соның мақсаты бойынша слагтың екі негізгі түрі бар: тегістеуші және сәндеуші. Керамикалық плитка. Қасбетті керамикалық плиткамен қаптаған кезде эстетикалық әсерге ғана емес, қоршаған ортаның зиянды әсерлеріне барынша бейім сыртқы қабырғалардың қорғанысы қамтамасыз етеді. Гипсокартон. Гипсокартонды барлығымыз білеміз, ол қай жерде қолданылатынын да көбіміз білеміз. Гипсокартон бұл жеңіл қабырғалар салуға арналған құрылыс материалдары. Қалқа қабырғалар қаптамасы, аспалы төбелер құрылысы, ол құрылыс гипспен әртүрлі толтырғыштардан қабаты мен картонның екі парағы болып табылады. Бұл материалдың негізі тыныс алу қабілеті бар гипс, яғни бөлмеде тұрақты ылғалды режим ұстап ауаның өткізіп тұрылуы керек. Сол үшін жасалынған материал. Цементті жоңқалы тақта плиталары, панельдер. Цемент жоңғалы плита немесе ЦСП табақты құрылыс материалы салыстырмалы түрде жақында отандық нарықта пайда болған. Ол құрғақ монтаждау технологиясында қолданылатын материал болып табылады. ЦСП негізі конспенттері цемент 65%, ағаш жоңқасы 24%, су 8-5% және материалдандырушы қоспалар 2,5% болып табылады. Мына жерде шыны магнийлі парақтар. ЦМЛ дегеніміз орысша айтылған, ол стекломагнитный листы дейді. Стекломагнитный листы шыны магнийлі тақтайларда тамаша техникалық сипаттамалары бар қазіргі заманғы құрылыс материалдар. Ол қабырғалар мен қалқаларды монтаждау үшін тамаша материал. Төбелік плиталарға арналған әрлеу материалы ретінде қолданылады. Ол гипсокартон және гипс талшықтарынан талшықты плиткалардың болмасы болып табылады. ДВП, ДСП, оларды көптеген сипаттамалар бойынша артық. Соларға қарағанда біздің СМЛ дегеніміз стекломагниттік лист артығы көп. Енді айна плиткалары. Айна плиткасы бұл белгілі бір формаға ие айна төсемінің фрагменті. Бұл бұйымның шеттері міндетті түрде өңделеді. Матаға шағын фасканы берілетін арнайы жабық пайдаланылады. Соның арқасында плитка
тартымды көрінеді. Енді тартымды көрінеді дегеніміз әдемі көрінеді дегеніміз. Бұдан басқа оларды пайдалану кезінде осындай элементтерді қауіпсіздік деңгейі арттырады. Енді стеклоблоки, шыны қуыс блоктар. Шыны блоктар екі шыны жарым жартылай блоктардан құралған герметикалық жабық қуысы бар кірпіштер болып табылады. Шыны қуыс блоктар негізінен интерьерді жайластыру кезінде әрлеу материалы ретінде пайдаланылады. Бояу. Бояуды бәріміз білеміз, орысша келгенде краска делінеді. Тұрмыстық қандай да бір саласында тікелей пайдалануға арналған түсті бояғыш заттар тобына арналған жалпы атау. Химиялық құрамы бойынша пигменттер мен олардың жасалған бояулар материалды және органикалық болып бөлінеді. Және басқалары табиғи және жасанды болуы мүмкін. Түс қағаз дегеніміз орысша обой. Үй жайлары жөндеу мен өңдеу кезінде қолданылатын ең көп таралған материал. Бұл әрине сол немесе басқа да түрдегі қағаздар. Түс қағаздың өзінің сапасына да байланысты, және де олар қағаз түрдес болады, және де акрилді, виниловый, флизелиновый болып бөлінеді. Линолеумды бәріміз өзіміз қолданыламыз. Қай кезде болмасын линолеумның несі өте жоғары, қолданысы. Линолеум орысша келген кезде латынша линум зығыр, полотно және олеум май. Қазіргі уақытта негізінен полимерлік материалдардан жасалған еден жабының түрі орам түрінде шығарылады. Ол өзінің ұзындығына, сапасына байланысты. Сұйық түс қағаз. Сұйық түс қағаз дегеніміз жидкий обой дейді. Сұйық түс қағаз бұл бояу мен сәндік сылаққа өте ұқсас, бірақ оны жағу тәсілі және артық нәтиже бойынша мүлдем басқа қабырғаларға арналған көп компонент жабын. Мына жерде пластикалық ПВХ панельдер. Пластикалық ПВХ панельдер қабырғалар мен төбелерді әрлеуге арналған тамаша материал. Негізгі қасиеттер эстетикалық түрі мен монтажды қарапайымдылығы, беріктілігі, ылғалға төзімділігі, жоғары сапа мен беріктігі. Көбік төбелік плиткалар. Орысша келгенде потолочный плитки из пенопласта. Төбені әрлеу үшін көбік плиткасын пайдалану, төбені әдемі және қазіргі заманға жасаудың өте қарапайым және арзан тәсілі. Төбені көбік плиткалармен әрлеу үшін қандай да бір арнайы білім және жоғары біліктілік қажет емес. Жабыстыру процесі қарапайым және кез келген үй шаруасында жабыстыра аламыз. Қорыта келгенде, қазіргі уақытта жасанды материалдармен жасалған әрлеу құрылыс құралдары барлық жерде өз іске асырылуының үлкен әлеуіне ие. Адамдарға табиғи әрлеу материалдың ауыстырады және де үнемі нарықтық өндірістерді жетілдіріп отырады. Сондай-ақ өз арсеналында өзінің баға және сапалық сипаттамалары бойынша әртүрлі өнімдері үлкен таңдауы бар. Мына жерде мен әдебиет тізімін қойдым. Енді үйге тапсырма сіздерге A3 форматта осы материалдарды қолданылып интерьер салып келеміз. 2 дана.